О, сәлем, Хэви. Сәлеметсіз бе, Кардан мырза. Менің мамам... 200 бакс шешен. Ешқандай қатын мені тартыстата алмайды. Онда мен бірінші болам. Еркек сымақтар. 1000 бакс Викаға. Иә, бақ, қатынды айрат. Иә, бақ, қатынды айрат. Мен, анда, жамбалымды берем. Айрат бұлар да. Виктория жеңді. Мен бәсеге қайтадан шығам. 400 бакс. Көре кімнің қатты ұратынын. Иә, бақ, красавчик. Жарайсың. Тоқта. Кім аяқпен тебуге болатынын айтты. Болмайды. Ал кім болмайды деп айтты. Солай ма? Қазір көрсетем онда. Виктория жеңді. Виктория жеңді. Виктория жеңді. Виктория жеңді. Кешіріңіздер, жіберіңіздер. Соңғы рет. Кім жеңеді сол бәрін алады. Кеттік ұйықтатам қазір. Қатында ешқандай шанс жоқ. Анау бірден тат қиналмайықта. Білмейм. Мам. Осығын тіліп алған. Ой, Аурасың ба, қақпас? Хэви, сен бе? Сен мұнда не істеп жүрсің? сәлеметсіз бе, ана көкке, сіз менің мамамды көрмедіңіз бе? Көрдің бе? Ол қазір бәрінің назарында. Маған оған бару керек. Соңғы қалағаным сенімен қоса осы сасық еркек сымақтардың ортасынан жағаласып өту. Шек көрем. Біліп ал, мен оны сен үшін емес, Виктория үшін жасаймын. Мұрынбық. Кеттік. Сонымен, соңғы сынақ. Жеген адам. Қаземес. Ақшаны алады. Мен Хэвині кездестірдім. Ол саған екі, бірдеңе айтам бір. деді. Үйге қайтсын. Бастаңдар. Мам, Әй, сайтан алғыр, сен әлі неге үйде емессің, қақпас! мен бірде мектептен соң үйге қайттым. Жолай үй жұмысы үшін байрашқа соқтым. Сосын үйге келгенде кілтім жоқ екенін ұқтым. Сен тағы кілтті жоғалттың ба, өңшең сөбелек неме? Жоқ, үйге қалдырып кеткен сияқтымын. Диге звондамадың ба, ашушы еді ғой. Мен оған звондадым. Ол 11-ге дейін болмайым деді. Оңбаған неме? Қайттан ешкімнен сұранбай, көз жаққа қаңғы кетпен бе? Ол сенен сұранған түн, сен рұқсатын бергенсің. Солай, қазір кішкене күте тұр, бірге үйге қайтамыз. Блондинкана кет бар. Қайсана аузың жаба алмай жатқан, қайсының басын жабайын? Менікін шап. Сен бе? Жарайды, қыртыпсың. Виктория жеңді. Анау қатын 6000 бакс алып кетеді. Кеш қырытпай. Ал, қайта көрейік. Бейринг, Бэринг, Фридам, Фридом. шықты ма? Қап, оны сілкілеу керек пе әлде? Анда микрофон ғой. Микрофонға дыбыс бару керек емес пе? Қане көрек? Вики. Мен бірдіңі естідім. Сен бе айтқан? Жоқ, Вики, бұл мен, Анна. Сен маған қайттан звондадың. Қап, өшірейін. Қайттан көрейік. Сол оң жақ қалың вал, анау индус білет, наху керексіз ол. Осыны қоп шешіз. Мам, пиво конкурсынан кейін рөлге қалап отырмақшысың? Пиво алкогольсіз болды. Сол үшін екеуміз де құсып тастадық. Бэринг, Бэринг,
Мен рөлді оңға қарай бұрым, мотоцикл солға жүрсін деп. осы кімде неге оп оңай бәрі шыға береді? Я! Ху-ху! Аллилуйя! Мам, сен баққа не дедің? Қасына жақындап айтқанда. Ештеңе емес, жай қоштастым. Долясын да тығып бердім. Қандай доля? Қалай айтсам екен, біз мынаны өтірік жасадық. Жай шоу қылдық. Ол мені ұтқыздырды. Қалай сонда? Олар сенің достарың ғой. Жоқ, Хэви, олар менің достарым емес. Бак маған дос. Біз екеуміз дос болып қалдық. Качалкаға бардық. Бірақ олар сенің таныстарың ғой. Мен танимын, сен танисың. Олар сенің клубыңнан ғой. Сен оларды алдап жүрсің бе? Тыңдашы, Хэви. Егер адамдар ақшасын бірдеңеге тіксе, онда ақшасы көп. Ал менде көп ақша жоқ. Маған жаңа карбюратор алу қажет. Штраф төлеу керек. Ал егер біреу соңғы ақшасын тіксе ше? Онда ол ақымақ. Ақымақтарға жаным ашымайды. Ана көке ақымақ па? Жоқ, ода артық ақшасы тасып барады. Бірақ айырылудың орнына ол алды да маған тікті. Сол үшін ұтқанымды анау Фемка қаншықпен бөлісуге тура келді. Мен бәрін естідім. Шешесі.